Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге маргарита пиццасының рецептімен бөлісемін. Өзім қолданып жүрген рецепт бір жасағаннан шығады. Ол үшін тек дәл видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Өзгеге шығындалмай, отбасыңызды дәмдаспен қуантыңыз. Ал кеттік. Ең алдымен апарасын дайындап аламыз. Ол үшін 2 ас қасық қантымызға 1 ас қасық толтырмай ашытқымызды салып, жақсылап бір тегіс болғанша араластырамыз және де бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоясыздар. Апараларыңыз ісініп көтерілгенше. Қолданатын суыңыз жылы болу қажет, қатты ыстық немесе салқын су қолдануға болмайды. 650 грамм ұнды електен өткізіп, 1 шай қасық тұзымызды қосамыз ұнға және де апарамызды 2 бөлікке бөліп, жақсылап қамырымызды илейміз. Апарамыздың екінші бөлігін құйып, қамырымызды біріктіреміз. Қамырымыз біріккеннен кейін, қамырымызға 3 ас қасық сұйық майымызды қосамыз. Сұйық майымызды қосып, қамырымыз бен сұйық майымыз біріккенше шамамен 5 минуттай қамырларыңызды қайтарып илейсіздер. Бізде орташа қаттылықтағы қамыр шығады. Осы қамырымызды ыдысымызбен бетін жауып жылы жерге көтерілгенше 1-1,5 сағатқа қойып қойыңыздар. Қамырымызды осылай саусағымызбен байқап көрсеңіздер болады. Қамырымызды жылы жерге қойып, начинкаларын дайындап аламыз. Қамырымыздың бетіне жағу үшін көз мөлшермен майонез және кетчупты жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Қалауларыңызға қарай магазиндерде сатады арнайы осы пиццаға қосу үшін итальяндық шөптер. Соларды да пайдалансаңыздар болады. Қамырымыз 1 сағаттан кейін осылай көтерілді. Осы қамырымызды жаймендеп алып, 4 бөлікке бөліп аламыз. Осы илеген қамырымыздан жалпы 4 пицца шығады. Және де осыны біртіндеп кесіп, күлшелеп, біреуін алып қалып, қалғанын бетін жауып қайттан қойып қоямыз. Нан тақтайымызға ұн сеуіп, қамырымызды орташа етіп илеп аламыз. Қатты жұқа, қатты қалыңда қылмаймыз. Қамырымызды илеп алғаннан кейін табамызға салып, табамызды астын аз-маз ғана майлаймыз. Бетіне жаңағы кетчуп майонезімізді жағып шығамыз толықтай. Барлығын толықтай жағып алғаннан кейін бетіне дөңгелектеп қызанақтарымызды қойып шығамыз. Бетіне ірімшікті теркадан өткізіп, 220 градусқа 10 минут пісіріп аласыздар. Беті сарғайғанша ғана пісірсеңіздер болады. Өте тез дайын болады, жасап көріңіздер. Үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.